Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі керемет болып шығатын творожный пирог рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Творожный пирогтың жасалу жолы өте оңай, құрамына да көп заттар қажет болмайды. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Барлығыңызға сөз жоқ, ұнайды. Балаларыңызға, жақындарыңызға жасап беріп, қуантып қойыңыз. Құрамына керекті заттарды мен төменге описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқа бөлме температурасындағы және қантты және бөлме температурасында ерітілген сары майды қосатын боламын. Сары майдың проценті жоғары болғаны дұрыс, кем дегенде 72% болу керек. Енді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, ұнға қопсытқышты салып отырып, електен өткізіп аламыз. Және лопатканың көмегімен бірінші араластырып, және қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамыр қолға қатты жабысып жатса, оның азғантай бөлігін сеуіп, қамырымызды илеп аламыз. Қамыр қолға кішкене жабысын қырайды, ол мұздатқышта жәнегі тоңазытқышта тұрғаннан кейін қолға жабыспайтын болады. Қамырымызды илеп болған соң тоңазытқышқа жарты сағатқа қамырымыз жақсы тыну үшін және құрамындағы май сіңу үшін қалдыратын боламыз. Енді ішіндегі салмасына кірісетін боламыз. Салмасына үйдің сүзбесі болмаса, дүкеннің сүзбесін аламыз және 20% қаймақты саламыз. Және жұмыртқа, қант, жүгері крахмалын және ванильді қант саламыз. Ванильді қант болмаса, ванилиннің 1 грамын қоссаңыз болады. Енді осыны жақсылап салмасын блендермен езіп алатын боламыз. Блендер болмаса, шанышқын көмегімен жақсылап араластырып дайындап алсаңыздар болады. Блендермен жақсылап езіп алдық. Енді қамырымызға кірісетін боламыз. Қамырды енді 2 бөлікке бөлетін боламыз. Үлкендеу бөлік және кішкентай бөлігін жаятын боламыз. Үлкендеу бөлігін жаямыз алдын ала духовкамызды қыздырып аламыз. Және осы қамырды салу үшін формамызға пергамент қағазын төсеп дайындап қоямыз. Қамырды жақсылап жайып алып, формамызға қатты жұқа қылмай, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Енді формамызға жайғастыратын боламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы рецептің астына пікір қалдырып, менің каналымды достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Осы рецепті де бөлісіп қойсаңыздар болады. Сонымен қатар мен алда жақсы рецепттермен бөлісетін боламын сіздерге. Менің каналыма тіркеліп алыңыз, мен қатты қуанышты боламын. Осылай жақсылап формамызға орналастырдық. Енді салмамызды құятын боламыз. Салманы құймай тұрып, бетіндегі жәндегі кішкене бөлігін алып қалған едік қой. Соны енді жайып алып, гүл тәріздес формамен кесетін боламыз. Мен осындай форманы қолдандым. Кез келген басқаша формаларды қолдансаңыздар болады. Осы формамен енді салмасын салғаннан соң салманың бетіне жайғастырып қоятын боламыз.
артылған қамырларды форманың жан жағына қосып қойсаңыздар болады. Осылай салмамызды саламыз. Енді қолымызбен қамырдың жан жағын қатты түсірмей бірдей қылып жасайтын боламыз, видеодағыдай. Сонда формасы әдемі болып шығады. Жасалу жолы өте оңай, дәмі де керемет, жұмсақ болып шығады. Үйде балаларыңыз сүзбе жемейтін болса, осылайынан пирог қылып жасап берсеңіздер, жақсы жейтін болады. Енді бетіне, осы формамыздың бетіне осы гүлдерді әдемілеп жайғастырып қоятын боламыз. Қызып тұрған пешімізде 35-40 минут аралығында 150 градуста пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Духовкадан шыға салысымен кесуге болмайды. Бөлме температурасында 2 сағат аралығында суытып, және тоңазытқышта 2 сағат суытып аламыз. Енді кесіп көрсететін боламын. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Дәмі де керемет, өте жұмсақ болады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.